2022 жылғы 20 қарашада Қазақстан Республикасы президентінің сайлауы өтеді. Қазақстан Республикасы президентінің сайлауында дауыс беру тәртібі. Сайлау учаскесінде осы учаскенің тізіміне енгізілген азаматтар, сондай-ақ есептен шығару куәліктерін ұсынған сайлаушылар дауыс бере алады. Әр сайлаушы жеке өзі дауыс береді. Сайлау бюллетенін сайлау комиссиясының мүшесі жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде береді. Азамат сайлау бюллетендерін жасырын дауыс беруге арналған кабиналарда толтырады. Өзі дауыс беретін кандидат тегінің оң жағындағы бос шаршының ішіне немесе бәріне қарсымын деген жолдағы шаршыға белгі қояды. Бюллетендерді өз бетінше толтыруға мүмкіндігі жоқ сайлаушы өзі сенетін адамның көмегіне жүгіне алады. Сайлаушы үшін мынадай адамдар дауыс бере алмайды. Сайлау комиссиясының мүшесі, жергілікті өкілді немесе атқарушы органның лауазымды адамы, президентке кандидаттың сенім білдірген адамы, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілі, тиісті сайлау комиссиясында тіркелген байқаушы. Толтырылған бюллетендерді сайлаушы дауыс беруге арналған жәшікке салады. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.